Құрма ауылдық кітапханасы сіздердің назарларыңызға Қазақстанның табиғи қорықтары атты презентацияны ұсынады. Мемлекеттік табиғи қорық табиғат қорғау және ғылыми мекеменің мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Қорықтың басты мақсаты өзінің аумағындағы табиғи процестер мен құбылыстардың табиғи барысын экологиялық жүйелерді сақтау, зерделеу және оларды қалпына келтіру. Қазақстанда 10 қорық бар. Ақсу мемлекеттік табиғи қорығы орналасқан жер Түркістан, Жамбыл облыстары. Ол 1926 жылы құрылған. Алматы мемлекет қорығы орналасқан жері Алматы облысы 1931 жылы құрылған. Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы Қостанай облысында орналасқан 1934 жылы ұйымдастырылған. Барса келмес мемлекеттік табиғи қорығы Қызылорда облысында орналасқан. Қорық 1939 жылы ұйымдастырылған. Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы Ақмола, Қарағанды облыстарында орналасқан. 1968 жылы құрылған. Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы орналасқан жері Шығыс Қазақстан облысы 1976 жылы құрылған. Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы Маңғыстау облысында орналасқан. 1984 жылы құрылған. Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы орналасқан жері Шығыс Қазақстан облысы 1992 жылы құрылған. Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында орналасқан. 1998 жылы құрылған. Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы республикадағы ең жас қорықтың бірі. Ол Түркістан облысында орналасқан. 2004 жылы құрылған. Олардың жалпы ауданы 1.610.973 гектар. Бұл қорықтарда сүт көріктілердің 172, құстың 485, бауыры мен жорғалаушылардың 52, қос мекенділердің 12, балықтың 150-ге жуық түрі мекендейді. Сонымен қатар назарларыңызға жануарлар мен өсімдіктер әлемі туралы онлайн көрмені ұсынамыз.